Саламатсыздарбы, құрметті оқушылар. Біз бүгін 8 сынып химия кітабындағы есептердің шығару жолын қарастыратын боламыз. Бірінші тақырыбымыз қосылыстардағы элементтердің массалық үлесін анықтау. Бірінші есеп. Глюкозаның формуласы С6H12O6. Сахарозаның формуласы С12H22O11. Қай заттың құрамында оттек атомының мөлшері көп? Мектеп баспасы 25-ші бет. Яғни бізге екі зат беріледі. Осы екі заттың қайсысының құрамында оттектің үлесі көп екенін анықтауымыз керек. Ол үшін есептің берілгенін бойынша бізге екі зат, яғни С6H12O6 және С12H22O11 беріледі. Осы екі заттың құрамында оттектің үлесін табуымыз керек. Бірінші, осы берілген заттардың молекулалық массаларын есептейміз. Яғни молекулалық масса С6H12O6 тең 6 көбейтілген атомдық масса көміртек қосылған 12 көбейтілген атомдық масса сутек қосылған 6 көбейтілген атомдық масса оттек. Яғни біз білеміз, молекулалық масса қандай зат берілген болса, сол заттың құрамындағы элементтердің атомдық массаларының қосындысына тең. Бізде көміртек, сутек және оттек элементтері бар. Глюкозаның құрамында 6 көміртек болса, 6 көбейтілген 12 болады. 12 сутек, яғни 12 көбейтілген 1 болады. 6 оттек, 6 көбейтілген 16 болады. 6-ны 12 көбейтетін болсақ, бізде 72, 12-ні 1-ге көбейтсек, 12-нің өзі, 6-ны 16-ға көбейтсек, 96. Осы үш мәнді қосып шығатын болсақ, бізде 180 грамм бөлінген моль шығады. Осы жерде 180 грамм моль бізде 100%-ді құрайды. Ал оттегіміз 6-ау, 6-ны 16-ға көбейттік, одан бізде 96 шықты. Яғни 96 грамм бөлінген моль. Бұл бізде X%. X табу үшін 96-ны көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 180-ге. Бұдан бізде 53,33% шығады. Енді екінші зат, бұл бізде сахароза С12H22O11. Яғни 12 көбейтілген атомдық масса көміртек қосылған 22 көбейтілген атомдық масса сутек қосылған 11 көбейтілген атомдық масса оттек тең. 12-ні көбейтеміз 12-ге, қосамыз 22-ні көбейтеміз 1-ге, қосамыз 11 көбейтілген 16 тең. 12-ні 12-ге көбейтсек бізде 144, 22-ні 1-ге көбейтсек 22, 11-ді 16-ға көбейтсек 176. Бұдан бізде 342 грамм бөлінген моль шығады. Осы жердегі 342 грамм бөлінген моль 100% болады. Ал оттектің саны 11, 11-ді 16-ға көбейткенде 176 болды. 176 грамм бөлінген моль бізде Y% болсын. Y тең 176 көбейтілген 100 бөлінген 342. Бұдан бізде 51,46% шықты. Яғни жауабымыз омега, яғни үлес оттек С6H12O6 үлкен омега оттек С12H22O11-ден.
Яғни глюкозаның құрамындағы оттектің үлесі сахарозаның құрамындағы оттектің үлесінен көп деген сөз. Екінші, құрамында 40% күкірт және 60% оттек бар қосылыстың формуласын анықтаңдар. Мектеп баспасы 26 бет. Берілгені: омега күкірт тең 40%, омега оттек тең 60%. Біз осы екі элементтен тұратын SXOY деген формуланы табуымыз керек. Ол үшін осы берілген пайыз мөлшерін әрбір элементтің атомдық массаларына бөліп шығамыз. Яғни 40%-ды бөлеміз 32-ге, бұл қатынас 60% бөлінген 16. Бұдан бізде 1,25-тің 3,75-ге қатынасына тең. Бұндай кезде қай сан кіші, соған бөлеміз. Яғни 1,125 кіші, сондықтан 1,125-ге бөлеміз. 1,125-ті өзіне бөлсек 1, 3,175-ті 1,125-ге бөлсек 3. Яғни x тең 1, y тең 3. Сәйкесінше формуламыз SO3 болады. Келесі, қандай да бір заттың құрамына химиялық талдау жасағанда, оның 39,6% калий, 27,96% марганец және 32,5% оттектен тұратыны анықталды. Қосылыстың формуласын анықтаңдар. Мектеп баспасы 26 бет. Яғни берілгені: омега калий тең 39,6%, омега марганец тең 27,96%, омега оттек тең 32,5%. Біз калий X, марганец Y, OZ деген формуланы табуымыз керек. Шешуі: дәл екінші есептегідей, әрбір элементтің пайыз мөлшерін сол элементтің атомдық массасына бөліп шығамыз. Яғни 39,6 бөлінген 39, 27,96 бөлінген 55 және 32,5 бөлінген 16. Бұдан бізде 1-дің 0,5-ге және 2-ге қатынасы шығады. Ең кіші сан ол 0,5, яғни бәрін 0,5-ге бөліп жібереміз. 1-ді 0,5-ге бөлсек 2, 0,5-ті өзіне бөлсек 1, 2-ні 0,5-ге бөлсек 4 шығады. Яғни x тең 2, y тең 1, z тең 4. Сәйкесінше формуламыз калий 2, марганец O4. Келесі, темір кені магнетиттің құрамына кіретін темір оксиді 72,41% темірден тұрады. Оксидтің формуласын анықтаңдар. Мектеп баспасы 26 бет. Берілгені: омега темір тең 72,41%. Егер 72,41% темір болса, оттектің пайызы, яғни оттектің үлесі 27,59% болады. Осы жерде темір X, оттек Y деген формуланы табуымыз керек. Шешуі:
72,41'ді бөлеміз 56-ға. 27,59'ды bölemiz 16'ga. Odan bizde 1,29'dың 1,72 қатынасы шығады. Кіші мән 1,29, сондықтан 1,29'ға бөліп жібереміз. Бұл жерде 1-дің 1,133-ге қатынасы шығады. Енді бұндай кезде біз көбейту амалын қолданамыз. 1,133-ті 3-ке көбейтетін болсақ, 4 шығады. Яғни осындай натурал сан шығатындай етіп сан көбейтеміз. Ал 3-ті 1-ге көбейтетін болсақ, 3. Сәйкесінше 3-тің 4-ке қатынасы болады. X тең 3, Y тең 4. Демек формуламыз темір 3, оттек 4. Осы жерде біз зат массасының сақталу заңына байланысты мынандай есепті қарастырып кетейік. Массасы 60 грамм темір ұнтақтарын 32 грамм күкіртпен қосып қыздырды. Түзілген қара қоңыр кристалдардан темірді бөліп алуға бола ма? Алынған реакция өнімінің массасы неге тең? Мектеп баспасы 28-ші бет. Берілгені масса темір тең 60 грамм, масса күкірт тең 32 грамм. Табуымыз керек масса темір сульфиді. Шешуі. Темірге күкірт қосып қыздырғанда темір сульфиді түзіледі. Егер ұнтақ кезінде темір ұнтағы мен күкірт ұнтағы араласқан кезінде магнит арқылы темірді бөліп алуға болады. Ал егер қыздырып қосқан кезде түзілген мына қара қоңыр кристалдан темірді жеке бөле алмаймыз. Енді осы жерде бізде 60 грамм темір, 32 грамм күкірт бар. Түзілген өнім бұл темір сульфиді деп аталады. Осы темір сульфидінің массасын табуымыз керек. Ол үшін реакцияға қараймыз. Темір реакцияға дейін біреу, реакциядан кейін біреу. Күкірт реакцияға дейін біреу, реакциядан кейін біреу. Яғни реакциямыз тең. Әрі қарай біз осы элементтердің атомдық массаларын жеке жазып шығамыз. Темір 56 грамм бөлінген моль, ал күкірт 32 грамм бөлінген мольге тең. Түзілген өнім темір сульфидінің молекулалық массасы 88 грамм бөлінген моль болады. Осы жерден бізге екі масса берілген болса, екеуінің зат мөлшерін есептеп аламыз. Яғни зат мөлшері темір тең болады масса темір бөлінген молекулалық масса темір. Яғни 60 бөлінген 56. Бұдан бізде 1,7 моль шығады екен. Екінші зат ол бізде күкірт. Күкірттің зат мөлшерін табу үшін күкірттің массасын күкірттің молекулалық массасына бөлеміз. Дұрысырақ айтқанда атомдық массасына, өйткені бұл жеке тұрған элемент. Яғни 32 бөлеміз 32. Бұл бізде 1 мольді береді. Енді қай заттың зат мөлшері кіші болса, сонымен әрі қарай пропорция құрастырамыз. Бізде күкірттің зат мөлшері кіші, демек 32 грамм X грамм, 32 грамм бөлінген моль 88
грамм бөлінген моль болады. Осы жерден x табу үшін 32-ні көбейтеміз. 88-ге бөлеміз 32-ге. Бірдей сандар қысқарып кетеді. Бұдан 88 грамның өзі қалады. Осымен біздің бүгінгі есептер шығару сабағымыз аяқталды. Келесі тақырыптарда, келесі сабақтарда көріскенше.